Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге пирожки жасап көрсетемін. Өте дәмді пирожки. Рецепті әрине көп. Менде де бірнеше түрі бар. Бірақ та осы рецепт маған ұнайды. Бұны майға қуыруға да болады, духовкаға жасауға да болады. Ал енді бисмиллах деп бастаймыз. Бірінші жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін суымызды құямыз. Қантымызды саламыз, сосын жайлап жақсылап араластырамыз да дрожжымызды салып, бәрін бір 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минутта мынандай бетіне шапочка шығады, осылай көріп тұрғандарыңыздай. Сосын қалғандарын бәрін құйып, сұйық май, майонез, тұзымызды бәрін салып, араластырамыз жақсылап. Ұнымызды бөлек-бөлек саламыз. 1-2 қасықтан салып араластырып тұрамыз. Әзірше ауыр болғанша осындай венчикпен араластырамыз. Ұнды бірден салып жібермейміз. Көтерілмей қалады тез. Бәрін жақсылап салып, енді ұнды түгел салып, енді қолымызбен илейміз. Қолымызбен илегенде ең бірінші қамырымызды қатты қылып, ұнды көп салып жібермеуіміз керек. Мен негізі рецептісін астына саламын описанияға. Бірақ та әркімнің ұны әртүрлі, әр кезде ұны әртүрлі шығады, фирмасына байланысты. Ол әзірше қамырымыз жылы жерде 1 сағатқа тұрады. Қамырымыз дайын болғанша ішіндегі салмамызды жасаймыз. Мен де осы жолы картошкадан пюре жасадым. Картошкамызды өзіміз білетіндей етіп пісіріп аламыз да, еземіз. Мен бірінші пісіріп алам, тұзын, сүтін соңынан құямын. Бірінші езіп жатқанда сүтін құям, содан кейін майын, сосын тұзын саламын. Осылай бірінші езетімен езіп аламын, одан кейін миксерлеймін. Сондай маған өте ұнайды, нәзік болып шығады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Енді біздің салмамыз да дайын. Осы уақытта біздің қамырымыз дайын болды. Алып, жерге көбірек ұн саламыз. Ұнды көбірек салғанымыз абзал. Бәрін жерге түсіріп алып, жақсылап қамырымызды жиып илеп аламыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 45-50 граммнан 22 пирожки шықты, 22 бөлікке бөлдім. Осының бәрін бөліп, домалақтап қойып, бетін 10 минутқа қойып қойсаңыздар да болады. Мен бірақ бірден жасадым. Бәрін жасап алғаннан кейін пирожкемізді түйеміз. Әркімнің өзінің қалауынша, өздеріңіздің білгендеріңізше түйесіздер. Мен осылай түйіп жүрмін, сіздерге сәл көрсетейін деп, осылай 1-2-ін көрсетемін қазір. Жайлап қараңыздар. Мүмкін білетін боларсыздар өздеріңізде. Достар, егер менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сұрақтарыңыз бойынша болса қойыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сіздерге лайк басып пікір қалдыру менің каналыма жазылу уақыт алмайды, ал ол менің каналымды өрбітуге көмектеседі. Міне осылай етіп бәрін жасап аламыз да, бетін жауып, түгел жасап болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жабамыз, одан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 20 минутқа қойсаңыздар тіпті жақсы. Бәрін жағып алып, бетін жауып қоямын. Одан кейін 20 минуттан кейін 180 градус ысып тұрған печкаға 25-30 минут пісіріп аламыз. Оны әркімнің өзінің печкасы біледі. Өздеріңіз үйренгендеріңіз бойынша қарап отырасыздар. Жақсылап пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасаған пирожки маған ұнайды. Себебі бұл универсальный. Арнайы духовкаға, арнайы майға қуыруға жасалынбайды. Бәрін осымен жасай беруге болады. Мен бұрын 2 түрлі жасаушы едім. Духовкаға басқа рецептпен, қуыруға басқа рецептпен. Осы ыңғайлы бәріне де. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді пирожки. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.